Бүгінгі сабақта біз столбик с накидом тоқып үйренетін боламыз. Өткен сабақта бірінші бөлімде біз қалай бастау керек, крючокты алып, қалай косичка жасау керек, соны үйренген болатынбыз. Ол сабақтың сілтемесін астына описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Енді біз столбик с накидом тоқу үшін міне мына жақта 10 жіп көтердім, 10 петля, яғни 11-шісі 3 петля тағы көтеретін боламыз. Міне екінші қатарға көтерілу үшін 1, 2, мінекей 3. Енді осы 3 жіп осылай тұрады. Крючогымызға жібімізді ілдіріп аламыз осылай. 1, 2, мінекей 3. Яғни жақыннан көрсетейін. 1, 2, мына 3. 3 петля осылай тұрады. Бұдан ешқандай крючоктан тығып жіп алмаймыз. 4-шісінен, мында тұрған 4-шісінен крючогымызды жіне жіп келдіріп алдық қой. 4-шісінен крючокты тығып, тағы 1 петля көтереміз. Мінекей. Бізде жұмыс жібімізде крючогымызда 3 жіп пайда болды. Алғашқы 2 жібінен 1 жіп шығарамыз. Мінекей. Крючокта 2 жіп. 2 жіптен тағы 1 жіп ілдіріп аламыз. Келесі. Тағы да крючогымызға жіпті ілдіреміз. Келесі петлядан тағы 3 жіп шықты. Осыдан алғашқы екеуінен тағы 1 жіп, 2 болды. Енді тағы 1 жіп шығарамыз. Мінекей. Келесі тағы да крючокқа жіпті ілдіреміз. Келесі петляға тағы 1 жіп алып, осылай, мінекей. Тағы да крючокқа жіпті ілдіреміз. Келесі петлядан крючогымыз тығып, жіп аламыз. 2 жіптен 1 жіп жасаймыз. Тағы 2 жіптен 1 жіп жасаймыз. Мінекей. Крючокқа жіпті іліп алдық. Келесі. Міне. Тағы жіп ілдіріп алып. Міне. Осылай. Крючокқа жіпті іліп аламыз. Тағы да көрсетейін. Міне. Келесі петлядан крючок тығып, жіпті аламыз. Мінекей. Крючокқа ілдірдік қой. Енді тағы да петляға кіргізіп, жұмыс жібімізді крючокқа іліп алып, 3 петля жасадық. 3 петляның алғашқы екеуінен 1, тағы екеуінен 1 аламыз. Осылай жалғасып кете береді. Мінекей. Міне. Соңғысы бізде. Міне. Осылай. Енді кері қарай тағы 2-ші, 3-ші қатарға көтерілу үшін жұмысымызды айналдырып, солға қарай. Енді сіздерге осы жерде айта кететін жайт. Мына жақта біздің биіктігіміз түзу шығу үшін крючокқа ешқандай жіпті іліп алмаймыз. Осы бірінші тұрған мінекей мына тесіктен крючогымызды тығып, столбик без накида тоқимыз. Осылай. Жұмыс жібімізден жіп іліп алып, шығарамыз. Бұл не үшін? Бұл әдемілік, яғни биіктігі түзу шығу үшін. Тағы 1 петля көтереміз. Міне осылай. Бұл бізде бірінші бағанды құрайды, яғни столбик с накидымды құрайды. Жұмыс жібімізді крючокқа ілеміз. Келесі петлядан тағы 1 жіпті іліп алып, осылай, мінекей, шығарып аламыз. Жұмыс жібімізді ілдіреміз. Крючокқа міндетті түрде ұмытып кетпеңіздер. Келесі петляға тағы 1 петля қосып, осылай ілдіріп алатын боламыз.
тағы жұмыс жібімізге жіпті ілдіреміз келесі тесіктен. Тағы да міне. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазсаңыздар болады. Осылай. Мінекей. Шатасып кетпеу үшін санап отырсаңыздар болады. Мінекей, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне бізде соңғысы қалды. Міне 10-шы. Міне. Енді жұмысымызды тағы кері айналдырамыз. Тағы да осы бағанағыдай бірінші петляға ешқандай крючокқа жіпті ілдірмей, бірінші тұрған, мінекей, бірінші тұрған тесіктен тағы бір петля алып, яғни столбик без накида тоқимыз. Тағы бір петля көтереміз. Бұл бізде бірінші баған болып есептелінеді. Крючокқа жіпті ілдіріп, келесі бағанға тағы да столбик без накида тоқитын боламыз. Тағы крючокты ілдіреміз. Жіпті шығарып алып, екі жіптен бір жіп жасайтын боламыз. Тағы да міне осылай. Егер сіздер бағана, міне мына жақта бірден 3 петля жоғары көтерсеңіздер, міне осындай болып айналасы бейтіп гүл сияқты болып қалады. Міне мынандай болып қалады. Мен мына жерде әдейі көрсету үшін тоқымадым. Сіздер жаңағыдай бірінші бастар алдын бірінші петляға столбик без накида тоқып алып, бір петля көтеріп, одан кейін келесі бағанға крючокты тығып, екінші бағананы, міне екінші бағананы тоқисыздар. Міне егер сіз жаңағыдай жасамасаңыздар, осылай болып бүйтіп домалақ болып, әрқайсысы бүйтіп шығып тұрады. Ол сол үшін, жаңағыдай тегістік үшін жаңағыдай істеген дұрыс. Осылай мінекей өздеріңізге керек бағыты бойынша осылай тоқып алсаңыздар болады. Міне енді бізде соңғысында мінекей, міне соңғысы мына тесіктен, мына тесіктен кіргізіп аламыз. Міне тағы бір петля шығарамыз. Мінекей, міне 3, 6, 9, 10. Тағы да кері қарай бұрып, бір петля емес, бір петля наоборот мына жақтан бірінші тұрған тесіктен бір петля аламыз. Тағы бір петля көтереміз. Сіздерге түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Маған орысша айтқан ыңғайлы болып тұр. Себебі менде орысша үйренгенмін алдын тоқымашылардан. Қазақша аударған түсініксіз болып қалады негізі. Сол үшін айып етпеңіздер. Мінекей осылай жалғастырып тоқып кете бересіздер. Міне сол кезде мына жағы ровно шығады. Келесіде міне мына петлядан аласыздар. Міне мына өрілген мына косичка тұр ғой, айналып тоқып біткеннен кейін міне осыдан аласыздар. Сол кезде мына жағы ровно шығады. Яғни бұл не үшін? Бұл кардигандарды бастаған кезде жиегі, яғни алдыңғы жағы түзу болу үшін осылай тоққан дұрыс осы әдіс.
төгілсе кардиганның жиегі әдемі біркелкі болып шығатын болады. Сіздерге менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая.